Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ескі кезет біздеген сөздермен Clash of Clans ойынын ойнайтын боламыз. Бұл осы жақында обновление жасалған болатын. Ол әрине El Primo, ол өте көп болды. Жаңа жылдың алдына примерно бір 20 күн бұрын шықты. Мен оған қазір собойчаға кірейік. Мен оған естедім, барлығы септадым, оған қатыстылардың міне достижениесін орнап тастадым. Енді маған шардың достижениесін орындау керек. Мен қазір бір рет El Primo'мен атака жасайтын болам. 2 рет атака жасайтын болам. Енді екеуінде де әскер дайын тұр. Бір жақсы бір база іздейміз. Міне. Енді ТХ9 осы жақында көшкен. Айналасын бәрі заброшенный дейін тасталмаған мұнау. Бірақ Рашер мінекей мына жерге бір не жіберіп тексертіп аламыз. Мына саған El Primo'лар достар, стенаны бір соғып сындырады, ойлаңыздар. Жетпейді, жан-жақтың бәрін тазартып алайық та. Артына бір осылай әскер жібереміз, сосын барып король варварды жібереміз. Мына жерде сосын сәл ақыр басып қойып. Мына жерде достар, мына жерде El Primo'лар ортаға қарай кірді. Оның артынан енді колдундар жібереміз. Қазір осыған хилка дайындап қойып. Қазір хилкаға осы жерге тастаймыз. Хилканы осы жерге тастайтын боламыз. Мінекей артына колдундар жібереміз. Король варварды қосып жібереміз. Құтыртатын қосып жібереміз. Мінекей El Primo'лар жақсы көрсеткіш көрсетіп жатыр. Қазір осы сәтте El Primo'лар кішкене жизндары азайған сәтте біз оларға ярс тастаймыз. Өйткені ярс арқылы олар кішкене сильный болып шығады. Сосын барып олар мінекей осы жерде тастап көтеміз осындай ярсты. Мінекей мына жақта колдундар жүр, мына жақта El Primo'лар келді. Мінекей El Primo'лар бәрін қайратты. Мына жағында осы жерге хилка тастаймыз енді. Ой, хилканы дұрыс тастамадым достар. Қате тастап қойдым хилканы. Мінекей достар, осы сәтте бізде анти-треш керек болған. Осы жерге просто жай ғана не жібере қоямыз. Достар, артық достарға мән бермеңіздер. Мінекей осы жерде не тастап жібердім. Ят, потому что енді ятым артық қалып қойды. Сосын әскерлер шығарған кезде ят артық қалып қойса, онда жаман болады. Жаман болады дегенім болмайды, бірақ келесі әскер дайындағанда кедергі жасайды. Мінекей достар, біз ТХ9 Рашерді 3 жұлдызға алып тастадық. Мінекей. Міне 3 жұлдызға алып тастадық. Бұл El Primo қосылғалы менің жолым болып жүр. Күнде жеңіске жетем. Мінекей. Бір поражение жоқ. Көрдіңіздер ғой. Достар, мына атакам өте қызық болды маған, осы атака. Осы адамға жасаған. Ең көп алғаным осыда. Бірақ енді черный эликсирді аз алам. Мынау ең астындағысы, ол кезде менде не болмады, ТХ6-ға ма жасаған сияқтым, ТХ6 ма, ТХ7 ма. Қазір қарап көтейік. ТХ7-ге жасаппыз. Осы сәтте менде дұрыс. Кубогым ол кезде аз. Бірінші серебрястың сондай лигада жүрдім. Осы 3 жұлдыз алып көттім достар. Мен түсіріп атқаныма бақандай 4 минут болыпты. 4 минут болыпты. Соның бәрін енді мен достар, мен ТХ8-дің шамамен фулы болдым. Енді ғана маған мыналар қалды. Бірінші көтеріп жіберейік. Мына 3-ші левел, 2-ші левелді көтерем, 1 миллион жинау керек. 3-ші дұрыс, мынау 3. Сонда достар, маған қалғаны сонда тек мынау екен. Мыналарды да көтеріп қою керек. Миллион жинап көтеру керек осының бәрін достар.
Міне барлығы фул менде. Енді мынаған көтерем 3,5 миллион сұрап. Енді достар, мен кішкене стопқа қоя тұрам. Мына әскерім дайын, король дайын болғанша жақсы 2 кристалл екен, құртса салайын. Мен достар, мен ТХ8-ді осы жақында бір баламен ауыстырып алдым. ТХ8-ді осы Рашер кезінде алдым. Рашер дегенде мына колдуньялар көтерілмей тұрған кезінде осының бәрін алып алдым да, ана балаға мен ТХ7 фулымды бердім. Біз ауыстырып алдық. Мінекей тағы атака жасап кетеміз. Міне. Осы жерге жасайын, потому что бұл кезде мына жерде не көп екен? Мынадай черный эликсир. Давай, кеттік достар. Поехали. Ешкім жоқ екен. Ура! Кланында ештеңе жоқ. Ендеше мен өстіп бәрін жібере берейін. Эль Примолардың барлығы бомбаға түсті. Осы сәтте мен нан жіберейін де, нан жіберіп қойын. Эль Примоларға артына хилка тастай қойын. Хилкадан кейін ештеңе жоқ болса ят тастап жіберейін осы жерде. Король Варвардың артына. Король Варварға ят тастайын. Жандардың бәрін қарап көту керек. Мінекей Эль Примолар жақсы көрсеткіш көрсетіп ортаға қарай кірді. Эль Примолар молодец. Достар, осы маған Эль Примо, осы Clash of Clans'қа Эль Примо қосылғалы бері менің жолым болып, кез келген атакада ұтып жүрмін. Я достар, ол енді шындық. Эль Примо Clash of Clans'тағы голем және гигант сияқты тек қана защиталарға ғана шабуыл жасайды. Соның өзінде керін шабуылдар жасайтын болып тұр. Бұл Эль Примолар, бұлардың бір плюстері стеналарды бір удармен ғана 5-ші уровеннің стенасын бір удармен ғана сындырады. Бұл Эль Примолар самый сильный войска Clash of Clans'тағы ең мықты войска деп айтсам болады. Өйткені бұнда барлығын 3 жұлдызға оп-оңай алып тастауға болады. Бұл әскермен бар ғой достар. Мінекей көріп тұрсыздар достар. Қазір қараңыздар, мен осыларды көрсетіп тұрайын, стенаның қалай сындыратынын. Стенаға барған жоқ. Мен стенаның қалай сындыратын көрсетейін деп едім достар сіздерге, бірақ ол болмай қалды. Ендеше мен осылай мына король варвар мен колдун нені алып жатыр. Болды, бітті. 3 жұлдыз ТХ8-ді 3 жұлдызға алып тастадым. Достар, енді не аз? Мен білмей қойыңдарыздар. Бонус бар енді тағы да. Бонус берілі тура. Міне енді достар, мен мынаны уже не көтеріп қоятын. Енді екінші Золотой лиганың екінші несі жететін болады осы жақында. Енді достар, мен дейтін тағы да әскерін шығарып дайындап қойым. Сіздермен қоштасамын. Мен келесі видеода мен бұдан да жақсы тактикаларды ойластырамын. Келесі видеода осы базама обзор болатын болады. Мен достар, мына жақта әлі не істеп жатыр. ТХ5-тің фулы бола алмай жүрмін әлі. Мінекей достар, мен қазіргі кезде Тасболат KZ деген ютуберді білесіздер. Мен соның кланында жүрмін. Мен МХВ дейді. Осы біздің глава. Мен осының кланында жүрмін. Осы кланға кіргелі бізде өте слабы балалар кіріп жатыр көбіне. Бәрінде бізде қазір жоқ кешіріңіздер, не істемеймін. Ең шамалысы бізде достар, міне ТХ4 ең шамалысы осы. Бұларда да тіпті Эль Примо бар екен. Бұл арқылы Эль Примо арқылы любой базаны сындырып кетуге болады, қиратып кетуге де болады. Мінекей достар, Эль Примо арқылы мені қаншама адам қиратқан екен мені. Бірақ соның өзінде де қиратуға шансы до конца болмаған енді. Міне достар, бізде қазір кланда игры болып отыр. Біз осы кланда мен қашан кірдім, содан бері екінші недеміз, потому что бізде не аз. Кланның жағдай төмен дегенде адамдары бар, нормальный балалар бар, бірақ оларға біз не істей алмаймыз.
кланға неге кірген кезде бізде КВ басталатын болады. КВ басталғанда бізде клин шамалы балалар дегенде базалар шамалы. Сол арқылы бізде КВ-да көбінде ұтылып жаттырмыз. Сондықтан достар, сіздерге өтінішім осы кланға кіріп бізді қолдап кетулеріңізді сұрайтын боламын. Осы кланға кіріңіздер, осы кланға кіріп бізді қолдап, осы кланды бірге дамытайық деген келіп тұр. Ендеше достар, видео аяқталды. Сіздермен болған мен Иско KZ. Қош, сау болыңыздар.